Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Әйгерім ханымның каналына қош келдіңіздер. Апталық болжам. Бүгін өзгеше қылып жасайын деп шештім. 20 наурыз бен 26 наурыз аралығына тоқты белгісіндегі жандарға апталық болжам. Бір аптаның көлемінде жақын адамдармен қарым-қатынас, жеке өмір, личные отношения, қаржы, жұмыс, денсаулық, эмоциональное состояние және де бір аптаға кеңес. Королева мечи. Жақын адамдармен қарым-қатынаста бір мәселелерді ақылдасып, бірлесіп жасауға тырысқандарыңыз жөн. Және де бұл жерде соңғы шешім өзіңіздің тараптан болғаны жөн. Және де қандай да бір қорқыныш, уайым болуы мүмкін. Бірақ та қаншалықты қорқыныш болмасын, уайым болмасын, нақты шешімді, соңғы шешімді өзіңіз қабылдауға тырысқаныңыз жөн. Бұл жерде жақындарыңызбен бірге ақылдасып қана қоясыз, себебі ол кісілердің тарапынан поддержка көріп тұрған жоқпын. Келесі, верховная жрица, личное отношение жағынан келетін болсақ, жеке өмір, жаңадан кездесіп, сөйлесіп жүрген адамдарыңызға, ер азаматтар, өте абай болыңыздар. Себебі алдау, немесе сіздерден бір нәрсені жасырып қалуы мүмкін. Бұл жерде бір жас келіншек түсіп тұр, және де қарым-қатынаста үшінші адамның бар болуы мүмкін. Семейный, отбасылы жандар үшін. Сізден көптен жасырылған бір сырды, секрет дейміз ғой, бір сырды білуіңіз мүмкін, не болмаса. Сондықтан жеке өмірде, қарым-қатынаста өте абай болғандарыңыз жөн. Келесі, бізде қаржы. Пашчаш, қаржы жағынан өте жақсы апта, қаржыға байланысты жаңа мүмкіндіктер, қаржылай сый алуыңыз мүмкін, премия, ақша жағынан өте жақсы уақыт. Жалақы түсу мүмкін ойламаған жерден, премия алуыңыз мүмкін, ақшалай поддержка өте жақсы түсіп тұр. Келесі, шестерка мечей, жұмыс. Бір жаңа бастама, жаңа өзгерістер күткен болсаңыз, бұл жаңағы жақын арада болады деп айта алмаймын. Бірақ шестерка бұл бір нәрсемен қоштасу, бұрынғы жұмысыңызбен, не болмаса бұл жерде жұмыстан шығу, мен байланысты, жұмыс ауыстырумен байланысты, бизнесті жабумен байланысты бір өзгерістер болуы мүмкін. Себебі бұл карта ухода, яғни бизнесті жабу, жаңағы қаншалықты қиын болса да сізге бұл нәрсені жіберуіңіз керек, жұмысыңызды шығуыңыз керек, не болмаса жұмыс қиын болса, жаңағы жұмыс ауыстырасыз, жұмыс жағынан бір өзгерістер болатыны анық. Не болмаса, бұл бір аптаның көлемінде сіз отбасыңызбен демалысқа бір жерге шығуыңыз мүмкін. Себебі жұмыс жасамай бір жерге кету, яғни карта ухода. Денсаулық. Восьмерка жезл, денсаулық жағынан күтпеген жерден бір өзгерістер болады. Денсаулық күрт өзгеріс, яғни осы алдыңғы апталарда денсаулығыңыз сыр беріп ауырып жүрсеңіз, бірден күрт өзгеріп, денсаулық жағы жақсарып, иммунитетіңіз көтеріліп, денсаулық жақсарады. Ал не болмаса, денсаулық бірден күрт төмендеп, иммунитет түсіп, ауырып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан денсаулыққа аса мән беруге кеңес беремін. Туз мечи, жаңа бір ұсыныстар аласыз. Басқа бір тараптан түсетін ұсыныстар, қандай ұсыныстар болмасын, ақылға салып, асықпай шешім қабылдауға тырысқаныңыз жөн. Келесі, десятка пентакль, бұл сізге берілетін кеңес. Бір аптаның көлемінде отбасыңызға, бала-шағаңызға, жақындарыңызға, ата-анаңызға көбірек көңіл бөліңіз, сыйлық жасаңыз, жақындарыңызды қуантыңыз.
бұл сізге қуаныш, жақсылық алып келетіні анық. Сондықтан жаңа ақшалай сыйлық беріңіз, немесе ол кісілердің тарапынан ақшалай поддержка алуыңыз да мүмкін. Яғни жақындарыңызды қуантуға асығыңыз. Бұл сізге бір аптаға берілетін кеңес. Осымен тоқтылар, апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен жүздескенше.